Сәлем достар, бүгін сіздерге әлемде ең танымал банк бөлімшесіне тонау жасаған жігіттер жайлы шынайы өмірден алынған фильмге шолу болмақ. Достар, фильмді бастамас бұрын каналымның алғашқы қонағы болсаңыз, подписаться батырмасын басып тіркеліп, лайк баса кетейік. Және фильмнің аяғында бұлар қалай байып кеткені жайлы білетін боласыздар. Фернандо Арахуо суретші және спорт шебері болып жұмыс істейді. Бұл жігітке осы өмірі бір сараңды, қызықсыз болып жүреді. Ол жұмыстан қайтып келе жатып темекісін суға лақтырып жібереді. Ол жаңбыр суымен ағып барып, банк бөлімшесінің астындағы канализацияға түсіп кетеді. Осы сәтте басына банк тонау жайлы ой келіп, келесі күні Себастьян инженер досына барып, өз ойымен бөлісті. Досы ақшаның қысылып жүргеннен бұл идеясына қарсы емес. Бірақ ақша және құрал жабдықтар керек деп айтады. Фернандо келесі досы Дебаусоға барып өтініш білдіреді. Бірақ түк шықпайды. Содан келесі досы Мариоға барады. Марио өзі ұсақ ұрлықпен айналысады екен. Фернандоның ойымен келіспей, аяғында қомақты қаржы болғандықтан келісім береді. Солай екеуі өлшеуішті алып, банк канализациясына түседі. Және досы Фернандоға байлығымызға 18 метр екен деп айтады. Келесі күні үш досы банк тонау жайлы ақылдасып жатыр, бірақ банк қозғалыс датчиктерімен қамтылған. Фернандо датчик температураны анықтайды деп, арнайы киім тігіпті. Ендігі кезек есікті ашу жайлы. Келесі күні Себастьян екеуі банк бөлімшесінің сыртын және ішкі бөлмелерін суретке түсіре бастайды. Сол сәтте күзет келіп Фернандоны алып кетеді, оның күткені де осы еді. Жол бойы банк сейфін көріп алып, тексерістен өтіп кетіп қалады. Түнде осы істі жүзеге асыру мақсатында жоба құрып, сыртқы қашықтықты өлшейді. Ал бұл банктегі адам қаржылары сақтандырылған, қаржы азайса да одан ешкім зардап шекпейді. Солай туннель қазуды бастайды, және де тағы да Альберто деген жігітті көлік жүргізуші ретінде дайындайды. Ендігі кезек банкке кіріп алғаннан кейін банк жәшіктерін қалай ашу керек жайлы. Сол үшін банк жәшігін жалға алып, мұқият тексеруді жөн көреді. Солай басқа бөлімшеге барып, жәшікті жалға алып мұқият зерттеп алады. Сыртта көлікпен сөйлесіп тұрған кезде, қасына полиция қызметкері келіп қалады. Сол сәтте Альберто әйелімен шығып, бұл біздің достарымыз деп бұрып алады. Бұлар туннель қазуды жалғастыруда. Жұмыс кезінде бұрғынының дүзі сынып қалады. Сол сәтте Марио қанша қаражат салғанын айтып, ашулана бастайды. Солай кетіп, Фернандо қызына келіп, жұлдыз тамашалап отырады. Жұлдызға қарап отырып басына ой келіп, досына барып бөліседі. Банк ешкім жоқ кезде күрделі қорғалады, ал күндіз екі түрлі ұрлық жасасақ ешкім білмейді деп айтады. Сонда бұлар алдынан кішігірім ұрлық жасаған сияқты болып, қомақты қаржы алып туннель арқылы кетіп қалау болып тұр. Оқиға тонау күніне ауысады. Саусақ іздерін жасыру үшін желім жағады. Солай екіге бөлініп банк тонауға кіріседі. Мылтықтарын алып кассадағы ақшаларды тонай бастайды. Оларды байқаған күзетші дереу полицияға хабарлайды. Полиция қызметкерлері банкты қоршап алды. Ал күзетшіні заложник арқылы шығарып алып, банктен шығарып жібереді. Фернандо шағын бөлмеге кіріп шкафты итереді, ал артынан Себастьянды туннельді қазып шығады. Содан Себастьянның 7 секундта құлыпты бұзатын құралдарын алып, бұза бастайды. Сыртта сол сәтте полиция күзетші арқылы барлық жағдайды анықтап алады. Полиция капитаны банкке қоңырау шалып Мариомен сөйлеседі. Мариоға достары полициямен қалай сөйлесу керектігі жайлы кітап берген екен. Ол шатырдағы полицияларды алғызып тастайды, бірақ екі снайпер қалып қалады. Марио аудандық прокурорды шақыруын сұрайды. Полиция келісіп бір сағат сұрайды. Сол кезде Фернандо қомақты алтын, ақшаларды ала бастайды. Сол сәтте банк бөлімшесінде бір әжейдің телефоны қоңырау соғады. Сөйтсе оның туылған күні екен. Әжейді құттықтап, оны тұтқыннан бостады. Марио капитанға қоңырау соғып, кезінде түрмеде отырғанмын, жеңіл жаза берсеңдер берілемін дейді. Оны естіген капитан снайперге шегінуді бұйырады. Содан прокурор келіп Мариомен хабарласқанда, оған балағатты сөздер айтып тастайды. Сөйлесу кезінде тағы біраз уақыт өтті. Полиция қызметкері не істейміз деп жүргенде, алтынның бәрін тиіп, подвалмен қашып жатады. Бірақ қызметкерлер люкті байқап, басқа жол бар деп ойлай бастайды.
Жігіттер болса ойыншы қаруын тізіп, жайып қашып кетеді. Полиция банкке және туннельге 2 топ спецназдарды жібереді. Бірақ Марио бұны да ойластырып қойғанын кадрдан көре аламыз. Олар су деңгейін көтеріп, моторлы қайықпен тез жүзіп кеткен. Полиция ойыншы қаруды көріп, арттарынан жете алмай қалады. Ал жігіттер ақшаның бәрін алып, Альбертоның үйінде теңдей бөліседі. Арада бірнеше ай өтеді. Альбертоның әйелі өзіне басқа әйелмен измена жасағанын көріп қойып, барлық жағдайды полицияға жеткізіп береді. Солай барлық тұтқындарды полиция ұстап алады. Арада 7 жыл өтіп, түрмеден Фернандоны досы қарсы алады. Егер ұсталып қалсақ та, жеңіл жаза алу үшін ойыншы қару пайдаланған. Және ақшаның көп бөлігін тығып қойған. Себебі банк сейфтегі қаражаттың есебін жүргізбеген. Солай барлығы байлыққа кеңеліп, жақсы өмір сүреді. Достар, фильм осымен аяқталды. Тіркелуді және лайк басуды ұмытпайық.